Сәлем балалар! Ана тілі пәнінен 57-ші сабақ сөз және оның мағынасы тақырыбын өтеміз. Балалар, алдымен сөз дегеніміз не? Есімізге түсірейікші? Жақсы, жарайсыңдар. Яғни сөз дыбыстардан құралады. Сөз белгілі бір мағынаны білдіреді. Сөз заттың, құбылыстың атауы. Ал мағынасына қарай, мағынасы қарама-қарсы сөздер, мағынасы бір-біріне жуық сөздер, дыбысталуы бірдей, мағынасы әрі басқа сөздер болып бөлінеді екен. Жақсы, жарайсыңдар. Енді балалар бірінші қарақ, бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Өлеңнің тақырыбы ағайынбыз бәріміз. Алдымен балалар суретке қарақ. Суретте нені көріп тұрмыз? Я, дұрыс айтасыңдар. Түрлі ұлт өкілдерін көріп тұрмыз. Олар не істеп жатыр? Олар билеп жатыр. Я, дұрыс айтасыңдар. Тағы нені көріп тұрмыз? Я, дұрыс айтасыңдар. Олар өте тату екен, балалар. Жақсы, жарайсыңдар. Енді балалар өлеңді оқиық. Ал енді мені алдымен тыңдаңдар. Жақсылыққа, бақытқа талпынған әр уақытта бала біткен дос бауыр, болмасын еш тосқауыл. Ақбыз, қара сарымыз, ағайынбыз бәріміз. Ортақ болсын асқар тау, жеміс толы бақша бау. Болсын жер мен суда ортақ. Болсын бізге туда ортақ, ақбыз, қара сарымыз, ағайынбыз бәріміз. Авторы Әнуарбек Дүйсенбиев. Балалар, өлеңде не туралы айтылған? Я, дұрыс айтасыңдар. Түрлі ұлт өкілдерінің бір шаңырақ астында тату тәтті өмір сүріп жатқандығы туралы айтылған екен, балалар. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі балалар, дос, ағайын сөздеріне мағынасы жақын сөздер тап дейді. Ал балалар, мағынасы жақын қандай сөздер бар? Я, дұрыс айтасыңдар. Дос, ағайын, бауыр, туыс барлығының мағынасы бір-біріне жақын екен. Жақсы. Балалар, екінші қарақ. Көп нүктенің орнына берілген сөзге мағынасы жақын сөзді тауып жаз дейді. Балалар, сәлемдесу деген сөзге мағынасы жақын сөз қандай сөз? Дұрыс айтасыңдар. Амандасу. Ұстаз сөзіне мұғалім. Әдемі, көркем. Алыс, ұзақ. Жылы, ыстық. Жылдам, тез. Жақсы, жарайсыңдар. Керемет, балалар. Олай болса, үшінші қарақ. Үшінші жаттығу. Әр желкенді қайыққа жазылған сөзге мағынасы жақын сөздерді тап дейді. Балалар, әдемі сөзіне мағынасы жақын сөздер қандай сөздер? Әдемі, көркем, сұлу. Тағы балалар, ажарлы, балалар, Жақсы, жарайсыңдар. Батыр сөзіне ше? Батыл, батыр, ержүрек. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі әдепті сөзіне? Әдепті, тәртіпті, инабатты, ибалы. Жақсы, жарайсыңдар. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар, балалар.